Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған телефон мен интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ойын ойнап ақша табуға болатын новый сайт көрсеткім келіп отыр. Егер де қызық болса, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен бүгінгі көрсеткім келген новый сайтым міне мынандай сайт. Givi Offers деп аталады бұл сайт. Бұл сайттың ссылкасын мен осы видеоның описаниясына, сосын осы видеоның ең бірінші комментарийына қалдырамын. Бұл сайт шетелдің сайты. Бұл сайт арқылы доллар табамыз. Бұл сайт арқылы тапқан ақшамызды мынандай электронды кошелектерге шығарып алуымызға болады. Payer, ADV Cash, Perfect Money, PayPal деген. Сосын тіпті криптовалюта қылып шығарып алуыңа болады екен. Coinbase, Binance, Litecoin қылып шығарып алуыңа болады. Яғни Coinbase деген крипто кошелекке немесе Binance-тағы әртүрлі крипто кошелектеріңе шығарып алуыңа болады. Яғни крипто адрестеріңе шығарып алуыңа болады. Сосын егер де сенде Payer, ADV Cash деген электронды кошелектер жоқ болса, немесе білмейтін болсаң, мен осы екі электронды кошелек туралы видеолар жаздым. Егер де ол видеоларды көрмеген болсаң, ол видеолардың ссылкаларын осы видеоның описаниясына қалдыратын боламын. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Тіркелу үшін мына жерде регистр деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайтқа Facebook-тағы аккаунтыңмен немесе Google аккаунтыңмен тіркелуіңе болады. Жалпы өз басым бұл сайтқа Google аккаунтым арқылы тіркелдім, яғни Gmail почтамды жазып тіркелдім. Сенде Google аккаунтың арқылы тіркелуіңе болады. Мына жерде Google аккаунт деген таңдайсың. Google аккаунттың таңдайсың, сосын разрешение бересің міндетті түрде. Ешқандай да қорықпай қойсаң болады. Бұл ешқандай да мошенник сайт емес. Мен өз басым бұл сайтпен уже жұмыс жасап ақша тауып жүрмін. Сосын пароль ойлап тапқан кезде, ойлап тапқан пароліңді міндетті түрде әріптер болу керек. Міндетті түрде сосын не болу керек? Сан болу керек. 1, 2, 3 деген сияқты. Сосын міндетті түрде символдар болу керек. Жоқ дегенде бір символ болу керек. Собачка, мысал үшін тор, немесе жұлдызша, немесе қосу, алу деген сияқты символдар қолданасың. Сосын мына жерге жазған Google аккаунтыңа, яғни Gmail почтаңа SMS келеді. SMS-тің ішінде код болады. Сол кодты копировать етіп аласың. Мына сайтқа келесің. Где-то мына жерлерден жаңа копировать етіп алған кодыңды қоюға болатын орын пайда болады. Сол орынға копировать етіп алған кодыңды қоясың, подтверждение жасайсың. Содан кейін ғана мына сайттағы аккаунтыңа кіріп, мына сайт арқылы ойын ойнап ақша тауып бастауыңа болады. Бұл сайтқа тіркелу жағы түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сонымен бұл сайттағы аккаунтыңа кіргеннен кейін, енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін бұл сайттағы ойындарды скачать етіп аласың. Бұл жерде скачать етіп алуға болатын 6 ойын бар. Бір ойынды скачать етіп алғаның үшін 300 монета береді. Сосын ойындар ойнағаның үшін монета береді. Сосын сол тапқан монетаңды шын ақшаға айналдырып аласың. Жинаған монеталарың, яғни тапқан монеталарың мына жерде тұрады. Қазір мен 2910 монета таптым. Ақшаң мына жерде тұрады. Түсінгеніңдей бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші мына сайттағы ойындарды скачать етіп аласың. Ол үшін мына жерде redeem монета 300 деген кнопканың үстінен басып, мына жердегі ойындарды скачать етіп аласың. Сосын скачать етіп алған ойындардың арасынан өзіңе керегін алып қалып, қалғандарын удалить етіп тастай беруіңе болады. Жалпы мен өз басым мына жерде, яғни мына сайттағы Dynami X деген ойынды ойнап жүрмін. Бұл ойын маған ыңғайлырақ болды. Яғни мына ойын ең оңай ойын. Қазір бұл ойынды қалай ойнауға болады, барлығын көрсетем. Бұл ойында мен уже 29-шы левелға келдім, яғни 29-шы уровенге келдім.
Енді бұл сайт арқылы жинаған монетаңды шын ақшаға айналдырып алу үшін төмен қарай түсесің. Мына жерде XP Apps деген тауып аласың. Мына жерде Max дегеннің үстінен басасың. Сол кезде мына жерге сенің мына сайттағы монетаңның барлығы түседі. 2856 монетамыз 24 цент екен. Енді монетамызды шын ақшаға айналдыру үшін мына жерде екі жаққа қарап тұрған стрелкасы бар кнопканың үстінен басамыз. Сол кезде монетамыздың барлығы мына жерге түседі. Яғни шын ақшаға айналады. Енді ақшамызды шығарып алу үшін сайттың оң жақ бұрыш жағында, төмен жағында меню деген кнопка бар. Сол кнопканың үстінен басамыз. Мына жерде withdraw дегеннің үстінен басамыз. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды жаңағы айтқанымдай криптовалюта қылып шығарып алуыңа болады. Coinbase-ке 69 цент болған кезде. Немесе Payer-ге шығарып алуыңа болады. Минималка 69 цент. Payer-ге шығарған ақшаң 20 минут пен 30 минуттың аралығында түседі. Сосын Perfect Money мен ADV Cash-ке шығарып алуыңа болады. Бұл электронный кошелектерге шығару үшін уже $1 2 цент ақша табуың керек екен. Шығарған ақшаң электронный кошелектеріңе 20 минут пен 30 минуттың аралығында түседі. Сосын мен өз басым бұл сайт арқылы әлі ақша шығарып көрген жоқпын. Сосын Binance-қа шығаратын болсаң, уже $9 90 цент ақша табуың керек екен. Шығарған ақшаң 3 күннің ішінде түседі. Енді мысалы ретінде мына жерде Payer деген таңдаймыз. Төмен қарай түсеміз. Мына жерге Payer счетыңды жазасың. Мына жерге тапқан ақшаңның суммасын жазасың. Сосын мына жерде withdraw деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайт арқылы ақша табу жағы, ақша шығару жағы барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді қазір мен саған мына ойынды ойнап көрсетем. Яғни Dynami X деген ойынды ойнап көрсетем. Бұл ойынды жаңағы айтқанымдай телефоныңа скачать етіп аласың. Қазір көрсетем. Міне Dynami X деген мынандай ойын. Бұл ойынды ойнау үшін ойынға кіреміз. Бұл ойынға бірінші рет кірген кезде жаңағы Give Offers деген сайттағы аккаунтыңды жазып кіресің. Бұл жерде ойнауға болатын 3 түрлі ойын бар. Бірінші ойын доптар жинап ақша табуыңа болады. Екінші ойын машинка ойын. Үшінші ойын алма жинауға болатын ойын. Бұл жердегі ойындарды 6 реттен ойнауға болады. Міне. Сосын 1 рет ұтатын болсаң 4 XP береді. Яғни түсініп отырғаныңдай бұл жерде XP деген нәрсе төлейді. Ойын ойнағаның үшін. XP жинайсың, ойын ойнап, жинаған XP-ің 100 болған кезде, міне көріп отырғаныңдай, менде қазір 48 XP бар. Жинаған XP-ің 100 XP болған кезде, жаңағы Give Offers деген сайттағы аккаунтыңа автомат түрде 100 XP-іңді 100 монета қылып аударып жібереді. Яғни 100 XP-іміз 100 монета болып есептеледі. Сосын бұл ойынға күнделікті кіріп, подарка жинап отыруыңа болады. Мысал үшін бүгін мен 24 мартта кіріп отырмын. Мына жердегі подарканың үстінен басатын болсам 1 XP береді. Ертең тағы да кіретін болсам 2 XP береді. Міне подарканың үстінен басатын болсам. Ары қарай кете береді. 28-інде кіретін болсам 16 XP береді. Сосын төмен жақта мынандай сандықтар бар. Сол сандықтардың үстінен басатын болсаң да XP береді. Міне мынандай сандықтар бар. Үстінен басатын болсақ XP береді. Мысал үшін ең бірінші сандықтың үстінен басып көрейік. XP бере ма, бермей ма қарап көрейік. Қайтадан басайын. Берген жоқ. Екінші сандықтың үстінен басайын. Берген жоқ. Үшінші сандықтың үстінен басам. Бірінші сандықтың үстінен қайтадан басып көрейік. Берген жоқ. Сен қарап көрсең болады. Енді мына жердегі ойындарды күніне 3 реттен ойнауыңа болады. Яғни 6 реттен күніне 3 рет немесе 4 рет ойнауыңа болады. Яғни бір ойынды 18 рет не 24 рет ойнауыңа болады. Мына жерде ең бірінші алма жинауға болатын ойынды көрсетейін. Үстінен басамыз. 30 алма жинауымыз керек. Бүтін алма жинауымыз керек. 30 секундтың ішінде.
Яғни мына жерде құрт түскен алмаларды жинамаймыз. Құрт түскен алманы жинайтын болсақ, құтылып қаламыз. Жинап болды. Мына жерде енді окей дегенді басам. Мына кнопканың үстінен басамыз. Сосын реклама көрсетілуі мүмкін, кейбір кезде реклама көрсетілмеуі мүмкін. Мына жерде мынандай нәрсе ашылды, реклама ашылып кетті автоматты түрде. Кейбір кезде мынандай рекламалар шығуы мүмкін, кейбір кезде кәдімгі видео реклама шығуы мүмкін. Мына жерде X-тің үстінен басып тастаймыз, рекламаны жауып тастаймыз. Мына X-тің үстінен басамыз. Мына жерде тағы да не бар? Мынандай реклама шығып тұр. Watch дегеннің үстінен басамыз. Бір ойын ойнауға болатын тағы да мүмкіндік береді. Watch дегенді басамыз. Видео реклама ашылуы мүмкін. Видеоны осы жерден тоқтата тұрам. Рекламаны қарап болғаннан кейін қайтадан видеоны жалғастырам. Рекламаны қарап болдым. Енді мына жерде мына кнопканың үстінен басамын. X шығу керек, X-тің үстінен басамыз. X шықты. Осы X-тің үстінен басып, рекламаны жауып тастаймыз. Енді мына жерде окей дегенді басамыз. Сосын мына жерде back дегеннің үстінен басамыз. Яғни түсінгеніңдей алма ойынды осылай ойнайсың. Енді мына жерде машинка ойынды ойнап көрсетем. Cars деген ойын. Үстінен бір рет басамыз. Біздерді мына жердегі өтіп отырған көліктер басып кетпеу керек. Мына жерде стрелкалар бар. X стрелка. Оңға солға қарап тұрған. Ақ стрелка. Где-то 13 секунд бізді басып кетпеу керек. Яғни мына жердегі адамды басып кетпеу керек. Енді мына жерде grid дегеннің үстінен басамыз. Реклама ашылуы мүмкін тағы да. Мына жерде watch дегеннің үстінен басамыз. 4 XP беретін болса, сол кезде 8 XP береді. Тағы да мынандай реклама ашылды. Мына рекламаны қарап болғаннан кейін видеоны қайтадан жалғастырам. Рекламаны қарап болдым. Енді мына жерде тағы да X стрелкасы бар кнопканың үстінен басамыз. Тағы да X ашылады, сол X-тің үстінен басамыз. Болды, мына жерде енді окей дегенді басамыз. Back дегенді басамыз. Бұл жерде машинка ойынды қалай ойнайтынын түсіндің деп ойлаймын. Енді доп жинайтын ойын. Балс деген ойын. Бұл жерде де 30 секунд береді, 30 не жинауымыз керек. Жоғары жақта көрсетіліп тұр. Теннистің доптарын жинауым керек деп тұр. Ұтылып қалдым. Back дегенді басамыз. Реклама көрсетілуі мүмкін. Кейбір кезде көрсетпеуі мүмкін. Back дегенді басамыз. Мына жердегі доп жинайтын ойында тағы да бір рет ойнап көрсетем. Теннистің добын жина деп тұр, жоғары жақта көрсетіліп тұр. Тағы да ұтылып қалдым, уақыт бітіп қалды. Back дегенді басам. Мына жерде тағы да back дегенді басам. Короче, бұл жерде ойындарды осылай ойнайсың. Ойындарды ойнау жағы түсінікті деп ойлаймын. Қазір мен бұл видеоны тоқтатып қойып, мына жерде ойындарды ойнайым. 100 XP жинағаннан кейін видеоны қайтадан жалғастырамын. Сонымен ойындардың барлығын ойнап болдым. Мына сайтқа келіп отырмын, яғни Give Offers деген сайтқа келіп отырмын. Бұл сайттағы балансымда көріп отырғаныңдай 3010 монета болды. Жаңа 2910 монета болып тұреді.
Бұл сайт арқылы жұмыс жасау жағы, ойындарды ойнау жағы түсінікті деп ойлаймын. Сосын тағы да бір айтпай кеткен жерім, бұл сайтқа рефералдар шақыруға болады. Яғни бұл сайтқа өзіңнің достарын шақыруға болады. Егер де бұл сайтқа өзіңнің достарын шақырғың келетін болса, мына жерде Friends деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайт реферальный программасы бойынша 10% төлейді. Мына жерде жазулы тұр. Реферальный ссылкаңды мына жерден аласың. Реферальный ссылканы копировать етіп алып, реферальный ссылкаңды достарыңа немесе тағы да басқа адамдарға таратасың. Сосын егер де сен мына сайтқа өзіңнің танымайтын адамдарыңды реферал ретінде шақырғың келетін болса, мына сайт туралы видео обзор жасайсың. Яғни мына сайт туралы видео түсіресің YouTube-қа. Егер де YouTube-қа видео түсіріп білмейтін болсаң, YouTube-та неше түрлі видео уроктар бар, қарап алуыңа болады, біліп алуыңа болады. Яғни YouTube-қа видео түсіруді YouTube-тың өзінен үйреніп алуыңа болады. Сосын егер де сенде компьютер жоқ болса, мен сияқты YouTube-қа видеоны телефонмен де түсіре беруіңе болады. Бүгінгі көрсеткім келгені міне осындай өте керемет сайт. Бұл сайт арқылы қолың бос кезде жаңағы көрсеткенімдей қарапайым ойындар ойнап ақша табуыңа болады. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде бұл видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.